Нанның қиқымын жесе бай боласың дейді. Сондықтан шай ішейін деп бөлке нан турадым. Әншейін бай болу, шіріген бай болам деп тек қана нанның қиқымын жендім. Енді менен бай болып кеттің бай деп сұрасаңыздар, иә, қаншама ақша үнемдедім. Нан демекші, біздің қазақтар қандай тамақ жемесе де бәрін нанмен жейміз. Сорпа, шай, қауын, айран, қарбыз, лағман, манты. Тек қамырауқат ет жегенде ғана нан жейтіндер түсінбеймін. Нан берші. Қызықсың, братишка. Ох, чота басым ауырайын деп тұр. Тұмау болайын дегесің ғой сен бала. Айттым басыңа шапка ки деп. Суық деген жоқ. Онда не? Басыңа басқа ұсылайын деген ғой. Келін ба? Цитрамон, парацетамол, терафлю беріңізші. Қайда бара жатсың? Мама, қайда бара жатсың емес, жолың болсын деп айтады. Жолың болсын. Баланың дені сау. Сағы шеніп тұрсыз ба? Я, сағы шенесі бала шумыр болады дейді. Мінекей, менен сыйлық болсын. Бір блок орбит. Балаң Шварценеггер сияқты качок болсын. О, босандыңыз ба? Үшінші қызымды босандым. Атын кім деп қойдыңыздар? Есімін ұл болсын деп қойдық. Ол болсын? Дәрігер, айтшы, менің не кінәм бар? Мысалы, деп қоя салса болмай ма? Желік жеп отырсың ба? Жеме, отырып қаласың. Мен саған тимеймін ба не? Жоқ, тиесің ғой, жемесе сол үшін. Тауықтың аяғы ғой жай. Бәрібір жілік ол. Әні, рас екен. Тауық мезгілсіз шақырса, жаманырым дейді. Ауыш, өз ас тауық миымнан дым қалмады ғой. Көзіңді ашып ұйықтасаң, жарың сұлу болар дейді. Изолент әкел. Жоқ па, скотч әкел. Ютубта тай-тай басып келе жатыр екенсің. Тұсауыңды кесейін. Сосын көз түймесін, қазанбас, бері кел, күйе жағып жіберейін. Арымның ескіргені бар, қайта ой елегінен өткізіп дұрыс қолдану керегісі бар. Сіздер қалай ойлайсыздар? Комментарийге пікір қалдырыңыздар. Каналға жазылып кетіңіздер. Менің қай құлағым шыңылдап жатыр,